Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде құпия кітаптың екінші бөлімі. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті әскетіңіздер. Достар, мен сіздерге бір нәрсені айтып кетейін. Мен қазір пиар мен курс жасаймын. Мен ол туралы айтқанмын сіздерге. Сообществоны көрсеңіздер болады. Қазірде мен сіздерге айтып кетейін, пиардың бағасы 150 теңге, ал курстың бағасы 300 теңге. Енді кейбір адамдар пиар және де курс не екенін білмейді. Мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Пиар дегеніміз, мен сіздерге реклама жасап беремін, яғни каналдарыңызға. Ал курс болса, мен қалай дамыту керек екенін түсіндіретін боламын. Если қатысам деп жатсаңыздар, мен сообществоға нөмірімді қалдырып кеткен тұғымын, соған жазсаңыздар болады. Ал ендеше достар, бастаймыз, кеттік. Бір аптадан соң. О, сәлем құрбым, мен сені таппай жүрмін ғой, уже мектепке келіп қойыпсың ғой, қалайсың? Сәлем, жақсымын, мен осы жерде отырмын ғой, байқамадым ба, өзің қалайсың? Жақсы, не істеп отырсың? Көріп отқандай кітап оқып жатырмын. Көп болды ғой, кітап оқи бересің, менімен араласпай кеттің ғой. Неге үйттің? Енді қалай айтсам болады, мен осы кітапқа зерттеу жүргізейін деп жатырмын. Не үшін? Енді қалай айтсам болады екен? Мен бір себеп тапқан сияқтымын, сондықтан жүргізуім керек. Жарайды. Қыздар, не істеп отырсыңдар? Сабақ басталып кетті ғой уже. Күніге сөйтетін болдыңдар ғой сендер. Не тәрбие ол, Тезірек барып сабақтарыңа қатысыңдар. Тезірек барыңдар. Ағай, кешіріңізші, қазір барамыз, жүр кеттік. Ағай, кешіріңізші, кеттік. Қыздар, тағы да кешігіп келдіңдер ма? Неге үнемі кешігіп келетін болғансыңдар, Ладно, бір рет кешірейін, енді келесі жолы тағы да сөйтетін болсаңдар, сендерді сабағыма қатыстырмай қоямын. Үнемі қатысып жүресіңдер, ұқтыңдар ма? Ұқтыңдар ма деймін? Ағай, ұқтық, кешіріңізші, енді қайталанбайды. Сізден кешірім сұраймыз. Жарайды, ендеше күнді жазайық тақтаға. Бүгін қаншасы? Бүгін 30-ы. Және де 5-ші ай 2024 жыл. Қанекей, дәптерлеріңе ашып күнді жазыңдар. Бүгін сендерге новый тақырып үйрететін боламын. Той, неге менімен араласпай кеттің, аяру? Менімен аралассайшы, неге үйттің? Үнемі кітаптан шықпайтын болғансың ғой. Бекер кітап алдың сен, сонда екеніңді білеміз сенің. Той, енді бір себеп білемін, ал енді соны нақты зерттеуім керек қой. Сосын барып бірге көңіл көтеріп, жақсы араласып кетеміз. Той, маған көмектесейші оданша. Қойша, оданша екеуміз құрбы болмай қойғанымыз дұрыс. Басқаларға қызығып кеттім. Олар бір-бірімен жақын араласады, бір-бірімен сөйлеседі. Рахат қой оларға, ал екеуміз вообще біртүрлі болып кеттік. Арамызда суып кеткен сияқты. Осымен дос болмай қойғанымыз дұрыс. Той, неге? Қойшы болды. Маған көмектесші ендеше. Сонда мен саған тек қана көмектесу үшін керекпін бе? Өзің істеп ал, мен кеттім, сау бол. Қойшы, өзім-ақ істей беремін. Дарина, сен маған көмектесе аласың ба? Сен өте ақылдырақ қызсың ғой, сабағыңды 5-ке оқисың дегендей. Көмектесе аламын. Не болып қалды? Маған енді қалай айтсам болады екен? Қазір мен саған барлығын түсіндіріп беремін. Жарайды. Не болды? Аяру сені тағы да лақтырып кетті ма? Алданып қалдың ба тағы да? Не болды соншама? Мүмкін ол алдамағанда шығар, білмеймін енді. Не болды солай? Аңқау боп жүре бересің ба? Қойсайшы болды, бізбен дос болсай оданша. Білмеймін, көремін енді, оны тастағым келіп тұрған жоқ, қимаймын. Сенің орнында болсам, әлде қайда тастап кететін едім. Ағай, сізді 1 минутқа бола ма?
Иә, болады, айта бер, не болып қалды? Осы мектепте не болғанын айтасыз ба, яғни кітап туралы? Енді қалай айтсам болады екен, мен білмеймін бұл мектепті, мен өзім новидан күзетшімін. Не болып қалды, сендер неге әркімнен тергеу аласыңдар, а? Ондайды доғарыңдар. Сендер бұл жерге тек қана оқу үшін келесіңдер, ұқтыңдар ма? Аға, не болып қалды, жай ғана сұрап жатырмын ғой. Қой болды, олай тергеу алу өте тәртіпсіз. Сондықтан тыныш сабақтарыңды оқып жүріңдер, ұқтыңдар ма? Жарайды, сау болыңыз. Иә, бір нәрсе ақпарат алдым ба? Жоқ, мен таппадым, күзетші ағайдан сұрап едім, ол маған ұрысып берді, яғни сасып қалды, қызарып дегенде, маған ұрысып берді. Неге әркімнен тергеу алатын болғансыңдар, тыныш сабақтарыңды оқып жүріңдер деп ұрысып берді. Сонда осы мектепте бір ақпарат болған, өйткені бізге жасырып ешнәрсе айтпай жатыр. Мен бұны нақты шешуім керек.